Сен де жалғыз қалғанда осылай билейсің бе? Ендеше уайымдама, сен жалғыз емессің. Жалпы адамдар жалғыз қалғанда өзінің не істеп, не ойғанын білмейді. Әрине, көңіл көтеріп. Бүгін біз сіздерге камераға түсіп қалған қызықты видеолардың екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Қызы жігітінің не көріп жатқанын біледі. Оған қарамастан жігіті дым болмағандай жата береді. Ryan, what are you doing? What do you mean? What are you doing on your phone right now? Nothing, why? Let me see. Let me see your phone. Literally playing Subway Surfers. Like, what do you... Ал мына жігітті түсінуге болады. Мына әйел үй жаттығуларын істеп тұрады. Нәтижесінде құлап түседі. Ал мына кісі жұмыс кезінде ұйықтап қалған сияқты. Мына қыз өскенде суретші болатын сияқты. Өйткені ол үйінің бәрін бүлдіріп тастапты. Ал сіздер әкесінің реакциясын қараңыздар. Oh my God. I'm not coming over there. Where did you get the paint from? I got picked the fun from. Не болса да ол бала ғой. Ал мына қыз TikTok түсіремін деп қатты беріліп кеткен сияқты. Ал әкесі мұндайды күткен жоқ. Бұл адамда тура солай, биге қатты беріліп кеткен сияқты. Ал бұл әйел далаға шығып өзінің итін тексермекші болады. Нәтижесінде тышқан немесе тиын оны үркітіп жібереді. Мына қойлар апайды жақсы көріп қалған сияқты. Ол айкезбелік адам, ол қазір ұйықтап жатыр. Ол өзінің не істеп, не ойғанын білмейді. Ал оянған сәтінде Ал бұл видео туралы ештеңе айтпай-ақ қояйын. Жай ғана тамашалаңыздар. Өздеріңіз де осы үшін келдіңіздер. Ал мына адам боевик киноларға той алған сияқты. Зато адамдарға керемет көңіл күй сыйлады.
Мына видеоға түк түсінбедім. Бұл видео туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Мына ит бүгін ерініп тұрған сияқты. Ал бұл адамды түсінуге болады. Тіпті бұндай оқиға біздің басымызға да келеді. Ал бұл жігіт камераның түсіріп тұрғанын білмейді. Иә, жұмысың онлайн болса, балалар мазаңды точно алады.